Бой тежеу жүрексіну дұрыс емес, шашылған ризықты теріп тартпай. Жігіттің несі жігіт босқа жүрген, қызметпен пайда беріп, халыққа жақпай. Міржақып Дулатұлының осы бір сөзі елге қызмет еткендердің көсегесі көгереді дегенге саяды. Бірақ қызмет қылудың түрі көп, біз бүгін мемлекеттік қызметшіге тоқталмақпыз. Шенеунік десе шекпен киген ғана көзге түсіп, шенге жетпей жүргені шетте қалады кейде. Мұндай түсінікті түпкілікті жою үшін не істеліп жатыр? Елге еңбек етем дегендерге енді қандай мүмкіндіктер бар? Жалпы мемлекеттік қызметтің аясында жасалып жатқан жаңашылдықтарды білу үшін арнайы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істер агенттігінің төрағасы Дархан Жазықбай мырзаны студияға шақырған едік. Дархан Медеғалиұлы, Астанадан арнайы ат терлетіп келгеніңіз үшін рахмет. Студиямызға қош келіпсіз. Қош келдік, рахмет. Алғашқы сауалымды жалпы реформа жөнінде бастағым келіп тұр. Жалпы қазір барлық салада қарқынды реформалар жасалып жатыр ғой. Соның ішінде мемлекеттік қызмет саласында да жүйені қайта жаңғырту бойынша бірқатар бастамалар енгізілді, жобалар жасалды. Осы орайда ашық, әділ әрі тиімді мемлекеттік аппарат құрудағы басты жаңашылдықтар қандай? Осыдан бастайықшы. Енді өздеріңізге мәлім, мынау 2019 жылдан бері мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің сайлауалды бағдарламасынан бастап осы кәсіби мемлекеттік аппаратты құру бойынша көптеген бірқатар тапсырмалар мен міндеттер жүргізіп келе жатыр. Сол себепті бізге агенттікке берілген тапсырмаларға байланысты 2022 жылы мемлекеттік қызметтің ашықтығын және адамға бағдарланған сервистік аппаратты қалыптастыру бойынша бірқатар тапсырмалар берілген. Соған байланысты біз қазіргі таңда 22 жылдан бастап 44 нормативті құқықтық актілерге, оның ішінде 5 заңға, 7 қаулыға, оның ішінде 6 жаңағы жарлықтарға өзгерістер енгізіп, негізінде осы мемлекеттік қызметтің жаңа модельдерін қалыптастыру бойынша жұмысты бастап атқарып жатырмыз. Яғни өздеріңіз білесіздер, мемлекеттік қызмет туралы заң алғаш 99 жылы қабылданып, содан бері қарай мынау өзінің атқарып келе жатқан жолында көптеген өткелдерді өтіп келе жатыр. Яғни оның барлығы мынау мемлекетке, халыққа қызмет ететін кәсіби мемлекеттік қызметшілер де дайындау. Осыған байланысты біздің де алдымызда қазір жаңашылдық болғанда біз жаңғырту, яғни біз бар жақсы мынау әлемдегі тәжірибелерді ала отырып, бюрократиялық жолдардан, яғни артық келісімдер, артық іс-қағаздар, артық жұмыс басшы, бұның барлығын азайту үшін осы бойынша біз өзіміз сол жұмыстарды атқарып жатырмыз. Қосымша жүктемесіз. Оның негізгі мақсаты мынау жеке сектордан кәсіби мамандарды тарту, мынау меритократия қағидатын принциптерді сақтау, және мынау президентіміздің әділетті Қазақстан қағидаттары деген сәйкес, сосын мынау адал азаматтар әділетті Қазақстанды қалыптастырады деді. Осыған байланысты біз жаңағы мемлекеттік қызметте өзіндік гибридтік моделін бастап кеттік. Яғни мен түсіндірме ретінде айтып кетейін. Өзі әлемде 2 модельдермен жұмыс жасайды. Дамыған мемлекеттер көбінесе мынау мансаптық модельмен жұмыс жасайды, яғни карьерный рост дейді. Ал енді дамушы мемлекеттер, қалыптасып жатқан мемлекеттер бұлар позициялық модельдермен жұмыс жасайды. Яғни біз осы қағидаларды, модельдерді қарап отырып, біздің өзімізге керек қазақстандық гибридтік модельдер жасап отырмыз. Себебі егер жас маман өзінің жаңағы оқу бітіргеннен кейін төменнен бастап жоғарғы ілгерілеу арқылы өзінің мансаптық жолын жасауға мүмкіндік беріп отырмыз. Ал енді бізге қазіргі таңда мына өзгермелі заманда, өзгермелі мемлекеттік басқарулар көптеген нәрселер келіп жатыр ғой қазір. Соның барлығын тез игеріп алып кету үшін біз жеке секторден позициялық тұрғыда құзыреті мен қабілетіне қарап отырып мамандар тартамыз. Яғни олар мамандар келіп жаңағы 5 жыл, 6 жыл бір проектілермен, жобалармен жұмыс жасап, мемлекетке қызмет жасап, қайтадан жеке секторға кетіп қалуы мүмкін. Ал енді жаңағы тұрақты аппарат сақтау үшін ол жаңағы мансаптық тұрғыда, одан кейін меритократиялық қағидаларды сақтай отырып, құзыреті мен қабілетіне қарай жұмыстарға қабылдап отырмыз. Бұл жаңағы біздің жаңағы алғашқы гибридтік модельдерді қалыптастыруда. Енді ашықтығына келетін болсақ, біздің жаңағы мемлекеттік қызметтің ашықтығын қалыптастыру бойынша бұл жерде біз
e-қызмет деген порталымыз бар. E-қызметке мен сұрағым нақтылай салайыншы. Былтыр онлайн іріктеу жүйесі былтыр іске қосылды ғой. Иә. Биыл осы жүйе қаншалықты жеңілдетілді? Жалпы мемлекеттік қызметке орналасу үшін не қажет енді? Біз енді 22 жылдан бастап оны e-қызметтің сыртқы порталын ашып модернизация жасадық. Иә. 23 жылдың наурыз айынан бастап 4 мемлекеттік органды қосып, 23-те біз апробациядан өттік. Яғни пилоттық жобадан. Енді біз 23 жылдан бастап 22 мемлекеттік органды кіргізіп, толыққанды оларды қазір уақытша тәртіппен жұмысқа қабылдай бастадық. Бұның өзіндік ерекшелігі, мысалға сіз кез келген уақытта 24 сағат 7 күннің ішінде өзіңіздің ЭЦП арқылы, жаңағы ЕГОФ арқылы біздің e-қызметке кіріп, сол жерден жеке кабинетіңізді ашып, тіркеліп, жаңағы онлайн тест тапсыра беруіңізге болады. Бұл мемлекеттік қызметке барғысы келетіндер үшін. Мемлекеттік қызметке барғысы келетін, ашықтығын қамтамасыз ету. Орталық, тест орталықтарына барып жатпайды. Ол үйден отырып та тапсыра беруге болады, жұмыста отырып та тапсыра беруге болады. Немесе жаңағы 24 сағат 7 күнде отырмыз, демалыс күндері, сенбі күндері өзіне ыңғайлы уақытты таңдап тапсыра береді. Жақсы, жаңа жеке сектордан жас мамандарды тартып жатырмыз дедіңіздер ғой. Енді осы соңғы жылдары кадрлық саясатқа басымдық беріліп жатыр. Жоғарғы оқу орындарын үздік бітірген түлектерді конкурссыз тағайындау деген бар. Осы нәрсе қазір қаншалықты нәтиже беріп жатыр? Енді мысалға жаңа системада алып қарайтын болсақ, бұрынғы келе жатқан жүйеде мысалға бір орынға 1-7 адам қатысатын болса конкурсқа, қазір электронды тұрғыда онлайнға өткеннен бері 3-8-ге көтерілді. Яғни адамдардың қызығушылығын және қатысуын артып келе жатыр саны. Одан кейін мынау жаңағы өзіңіз айтып отқан түлектерге байланысты айтсақ. Бұл жерде біз енді әр адам өзі оқып жатқан кезде мен қазіргі таңда мынандай психологиялық тұрда адамның санасында қалыптасу керек қой. Мен мемлекеттік қызметке барған кезде, мен мемлекетте не аламын емес, мемлекетке өзімнің алған біліміммен қалай қызмет етемін деп бару керек. Сол себепті біз қазіргі таңда мынау жастарымыз мансаптық, жаңа мен айтып отқан гибридтік модельдің бір түрі, бұл жаңағы жастарымыз төменгі лауазымнан бастау. Яғни грантпен оқыған, GPI көрсеткіші 3-тен 33 жоғары біздің жақсы түлектеріміз болатын болса, олар ауылдық, аудандық, сосын облыстық маңызы бар қалаларға тест тапсырмастан, конкурс өткізбестен тікелей барып тағайындалады. Яғни өзінің мамандығына сәйкес келетінін білсе, ол сол жердегі аудан әкімдігіне барып, бос лауазым болғанда өтініш жазып жұмысқа орналаса береді. Ондай қазір бізде лауазымдар 1700-ден аса, бізде қазір сондай бос лауазымдар бар. Мен бүгін ұлттық университетімен кездестім. Әр университет өңірге барған кезде мен айтып отырам, қай жерде қанша вакансиялар бар екенін, бос лауазымдар бар екенін. Барып орналасыңыздар. Ертең оқу бітірген кезде жұмысқа сол жақтан төменнен бастаңыздар. Өздеріңізге ертең жұмыс істеу кішкене жеңілдеу болады деп жастармен кездескенде айтып отырамыз. Бұның қазіргі кезде бұл біз былтыр қыркүйек айынан басталған бұл бізде қазіргі кезде 420 түлек осыны өздері алып, орналасып, қазір аудандық, ауылдық деңгейде жұмыстарын атқарып жатыр. Енді жаңағы сіз айтып отырған 1700 бос орын. Қанша уақытта оған толуы мүмкін? Жалпы жастардың қызметке келудегі екпіні қандай енді? Біз енді осыған жұмыс жасап жатырмыз ғой. Екпіні жаңа мен айтып отырмын, бұрын бізде 1-7 болатын. Бір орынға келуі. Қазір 3-8-ге көтерілді. Және мынау біз қазір бос лауазымдар мүмкіндік болып жатқаннан кейін, жаңа біздің түлектеріміз, жаңа 420-дан аса түлегіміз барып тікелей орналасып жұмыс жасап жатыр. Енді бұл ақпараттың жетуіне де байланысты. Біз енді мүмкіндігінше барлық жаңа өңірлердегі университеттердің барлығымен жұмыс жасап жатырмыз. Оған акиматтың өзі де мүдделі болып, олар да жұмыс жасау керек, оларды тарту керек. Сондықтан да біз агенттік осы мемлекеттік қызмет саласында саясат жүргізу ретінде біз оны жүргізіп жатырмыз. Енді ары қарай соны мемлекеттік органдар өздері алып кетіп, соны ары қарай реализация дейді ғой жаңағы. Соны іске асыру қажет. Бұған бірінші кім мүдделі болу керек? Әкімдік па, жергілікті билік па, жоқ әлде министрліктер ме, немесе сол жастардың өздері ме? Енді аспаннан ешкім велосипед ойлап таппайды ғой. Әр кезде біз бұны жан-жақты әлемдік тәжірибеден, жүріп өткен жолдан қараймыз. Бұрынғы кезде, мысалға 90-шы жылдары бізге мысалға әкімдіктерден, министрліктерден адамдар келіп кездесулер өткізетін. Бізде осындай жаңағы бос лауазымдар болады. Ертең оқу бітіргенде келіңдер, жұмыс істейік деп, немесе қарап
өздері келіп қарап іріктеп ішінен жақсы білікті білімді жастар тартатын. Біз осыған алып келе жатырмыз. Мынау жергілікті атқарушы органдардың әкімдіктері барып, сол жерден жаңағы университеттермен, түлектермен кездесіп, жақсы, мықты, білімді мамандарды өзіне мемлекеттік қызметке жұмысқа тарту керек. Нәтиже беріп жатыр. Бұл нәтижесін беріп жатыр. Қазір таңда енді бір жыл ғой, енді бір жылдың ішінде қазір 420 адам, бірақ бізде әлі де бос лауазымдар бар екенін мен ашық айтып отырмын. Енді ол бір жылда 420 болса, келесі жыл одан көп болуы мүмкін статистика. Енді мынау біздің түлектеріміздің өздерінің ынта жігеріне байланысты ғой. Иә, жақсы. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, мемлекеттік қызметшілердің мансаптық моделге сәйкес төменнен жоғарыға көтерілетін болса, қазір алдағы уақытта деңгейлес мансаптық ілгерілету деген енгізілмей екен. Бұл қандай нәрсе және бұның нәтижесі қалай болады? Иә, бұл енді бізде қазір кезде шілде айында өздеріңіз білесіздер, мемлекет басшымыздың жарлығымен 2024-2029 аралығындағы мемлекеттік қызметті дамыту бойынша тұжырымдама бекітілген болатын. Осы тұжырымдамаға сәйкес қазіргі таңда бізде сол жерде көрсетілген, яғни бізде қазір қарасақ, бізде тікелей өсу. Яғни егер менің жалақым жоғары болу үшін, менің лауазым жоғары болу үшін, тек қана мен жоғары ғана тікелей өсе аламын. Яғни бізде санаттар өзі бөлінеді ғой. Мысалға А, Б, С деп бөлінеді, оның ішінде С-ның ішінде де жаңағы С1, С2, С3 деп жаңа санаттарға бөлінеді. Еңді төменгі должностьта мысалға егер лауазымда болатын болса, С5-тен бастап жоғары қарай көтерілген кезде, егер ол біз қазір анализ бен мониторинг жасап шықтық, көбінесе 6 жылға дейін отырады екен бір лауазымда, жоғары көтерілмегеннен кейін жұмыстан кетіп қалу нелері көріністері бар екен. Сол себепті ертең ол бір жерде кейбір адамдар бар, мысалға ол бірден мансаптық жоғары бір басшы лауазымды қаламайды. Бір қалыпты жұмыс істеп жүре беретін адамдар да бар. Сондықтан да солардың жаңағы біліктілігіне, олардың жаңағы оқу алған біліміне, сосын мынау жұмыс істеу тиімділігіне байланысты көлденеңнен өсу. Яғни бір орында отырады, бірақ жалақысы оның жаңағы біліктілігіне, тиімділігіне қарай көлденеңнен өсіп отырады. Осы нәрсені кім бақылайды? Сіздер бақылайсыздар ма, жоқ әртүрлі орган өздері бақылай ма? Бірінші кезде бұны мемлекеттік органдар өздері жасап, біз методологиясын жасап береміз. Сол методологияға қарай сол мемлекеттік органдар өздері жұмысын атқарып отырады. Бірақ бақылау бізде болады. Біз оны міндетті түрде бақылап отырамыз. Рахмет. Мемлекеттік аппарат жұмысының тиімділігі енді азаматтарға сапалы мемлекеттік қызмет көрсетумен тікелей байланысты ғой. Осы орайда агенттік осы сапалы жұмыстың болуын қазір қаншалықты қадағалап отыр? Біз енді өзіңіз білесіз, мемлекеттік қызмет көрсету саласында біз осыны бақылау біздің баға беру және бақылау бізде. Себебі біз мүдделі болмағаннан кейін ешқандай жаңағы жеке сектормен жұмыс істемейміз. Сол себепті біз жаңағы бізде мүдделік қақтығыстар жоқ болғандықтан біз барлық мемлекеттік органдарға қызмет көрсету саласын бағалаймыз және оны бақылаймыз. Осыған байланысты қазіргі таңда бізде мынау атқарып отқан қызмет көрсетеді 1300-ден аса. Біз енді оны мынау тиімді бағалауын осы қызмет көрсету арқылы біздің жаңағы жоғарыда мен айтып кеткен концепцияда сол жерде көрсеттік. Яғни осы мемлекеттік қызмет көрсету арқылы кәсіби адамға бағдарланған сервистік аппарат қалыптастыру. Яғни ол қалай? Ол біріншіден мемлекеттік қызметшілердің түбегейлі біліктілігі мен оның сана сезімін өзгерту. Яғни ол алдына қызмет алам деп келетін адам болса, ол заң мен тәртіпке бағына отырып, сол уақытты бұзбай, бұзушылыққа жол бермей, жаңағы жылдам, тез, проактивті тұрғыда қызмет көрсету. Осы арқылы мемлекеттік қызметтің сапасын көтеру. Сонда ғана біз оған қол жеткізе аламыз. Егер біз жаңағы қазір біз енді анықтап отырмыз ғой бұзушылықтарды. Бұл жиі бола ма? 180 мыңнан аса бұзушылықтар болып атады мысалға. Бұл 180 мың дегеніміз бұл көп пе жоқ әлде? Жоқ, бұл егер салыстырмалы тұрғыда алатын болсақ, бұл орташаны береді. Көрсеткішті береді. Себебі бізде мысалға бір жылдың өзінде 200 миллион мемлекеттік қызмет көрсетеміз. Бір жылда? Бір жылда мемлекеттік органдар. Міне, осы себепті
біз оның ішінен анықтаған кезде цифрымен қарасақ проценті ол аса көп емес. Бірақ біз енді қазіргі таңда аяқтай бара беруге біздің де оған уақыттардың және мынау бюрократиялық нелердің жолын бермеу үшін біз қазір кезде сырттай цифрлық тұрғыда мониторинг жасайтын болдық. Яғни біз өзіміз отырып, сол мемлекеттік қызметтік органның жаңағы көрсетіп отқан қызметіне сырттан кіреміз де бақылау жасап, скринингтер жасап, біз оның қай жерде қандай бұзушылықтар болғанын анықтаймыз. Осыған қарай біз мемлекеттік органдардың қаншалықты сапалы қызмет көрсетіп отырғанына баға береміз. Енді жаңа бұзушылықтар деп жатырмыз ғой, жалпы мемлекеттік қызметтегі. Артық жұмыс істеу мәселесіне тоқталайық. Агенттік бұл бағытта қазір қандай тетіктер қарастырып отыр енді? Жоқ, ол жұмыстан тыс, ол артық жұмыстар істеліне береді ғой. Иә. Себебі ол енді мемлекеттің мүддесі, халықтың әл-ауқаты, әлеуметтік жағдайы, экономикалық жағдайы, одан кейін мысалы біз енді әлеммен байланысты болғаннан кейін бізде мысалға бізде уақыт кешкі 5 болса, басқа мемлекетте таң атып атады. Олармен де жұмыс жасау керек. Сондықтан да басында бұның барлығы еңбек кодексі мен еңбек инспекцияларымен қаралатында оған дұрыс баға берілмейтін. Сол себепті мемлекеттік қызметшілердің дұрыс жүйелі түрде жұмыс істеуіне біз өзіміз мемлекеттік қызмет туралы заңға өзгерістер енгізіп, сосын еңбек кодексіне өзгеріс енгізіп, оны толыққанды агенттік былтырдан бері біз өзіміздің қарауымызға алдық. Қазіргі таңда біз нормативтік құқықтық актілерді өзгерттік, өзіміздің жаңағы қажетті методологияларымыз жасадық. Оның ішінде мысалға жаңағы қашықтықтан жұмыс жасау, сосын жаңағы гибкий график дейміз ғой, жаңағы кесте, өзіне ыңғайлы кесте жасау. Содан кейін әсіресе мынау өзіне ыңғайлы график кестені, бұны енді әйел адамдар көбінесе жаңа балалары мектепке апарады, балабақшаға апарады, енді мемлекеттік қызметшілерде қоғамның бір өкілі ғой. Әрине. Сол себепті сондай мүмкіндіктер беріп, осының барлығын біз өзіміз методологиясын, расчетін жасап, қазір кезде мемлекеттік органдарға беріп отырмыз. Яғни сенбі-жексенбі күні жұмысқа шығып жатса, заңға сәйкес бұйрық қабылдайды мемлекеттік орган, осынша адам жұмысқа шығады, оларға қосымша демалыс беріледі, немесе қосымша ақы төленеді. Міне өстіп, жүйелі түрде мемлекеттік қызметшілердің құқығын қорғау бойынша жұмыстарды ретке қазір келтіріп отырмыз. Бұл тетік қазір жұмыс істеп жатыр. Жұмыс істеп жатыр. Жақсы, қатардағы мемлекеттік қызметшілерге, жалпы мемлекеттік қызметке орналасуға ынталы азаматтар бар ғой енді. Әлеуметтік кепілдендіру мәселесі деген бар. Осы бағытта агенттіктің қандай жоспарлары бар? Енді біріншіден жаңағы тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін мен өзіңізге айтып кеттім, көлденеңінен өсу бойынша жалақыларына қос үстеме ақылар белгілеу. Бұны енді біз қазір ұлттық экономика енді мынау бірыңғай жаңағы ақыға байланысты ұлттық экономика министрлігінің құзыретінде ғой. Біз енді бірігіп өзіміздің ұсынысымызды енгіздік концепцияға, тұжырымдамаға, соған байланысты біз көлденеңінен қосымша үстеме ақылар белгілеу бойынша жұмыстарды атқарамыз. Бұл бір. Екіншіден, мынау мемлекеттік қызметшілердің әлеуметтік құқығы, бұл жаңағы егер ол тиімді мемлекеттік қызметші болатын болса, жаңағы конкурстық іріктеу өтпестен жоғарғы бос тұрған лауазымға тікелей тағайындау. Ондай да мүмкіндік беріп отырмыз. Себебі енді бізде мысалы мемлекеттік қызметшілер бар, таңның атқанынан кештің батқаны уақытпен есептеспей жұмыстарын жасап жүреді да, жоғарыда лауазым бос болған кезде оған конкурс дейді. Сосын біз айтамыз, олай қалай болады? Егер салыстырмалы тұрғыда алып қарайтын болсақ, бір мемлекеттік қызметші жаңағы осындай жұмыс атқарады көлемде, анау үлкен көлемде жұмыс атқарады. Сондықтан да оны бағалау арқылы тиімді мемлекеттік қызметші, егер бір жылдық 94-90 бойы тиімді болса, оны конкурстық іріктеусіз тікелей бірден тағайындайды. Осындай енді арасында одан кейін жаңағы 2 айлық лауазымдық үстеме ақылар беру бойынша енді ол қосымша нелерді қарап отырамыз. Оның барлығы біздің мынау өзіміздің жаңағы төленетін жалақының экономикасына байланысты. Соның барлығын реттеп отырады. Оның өзінің расчеттары бар, методологиясы бар. Жақсы. Жаңағы өзіңіз айтып отырған жаңағы үлкен жұмыс атқарады дейсіз ғой. Президент әділетті Қазақстанда адал азаматтар құрады деді ғой. Мемлекет басшысы мемлекет қызметшілерге тән жаңа мәдениет қалыптастыру, құндылықтарды өзгерту мәселесіне қазір жиі тоқталып жүр ғой. Бүгінгі мемлекеттік қызметшілерге қойылатын негізгі талаптар, құндылықтар қандай? Енді бізде өзіңіз білесіз, әдеп жөніндегі кодекс бар. Ол бір құндылық. Ол жерде жаңағы өзінің жаңағы берілген қағидаларына сәйкес болу.
адал болу, адамгершілік қасиеттерін, жаңағы жұмыс кезіндегі этика, жұмыстан тыс етика, осының барлығын сақтау бойынша өзінің нормалары бар. Бірақ мемлекеттік қызметшілердің тұлғалық болмысы ол бүгін мен мемлекеттік қызметке келдім деген кезден бастап қалыптаспайды. Мемлекеттік қызметшілердің тұлғалық болмысы ол мектептен қалыптасады. Ол балабақшадан қалыптасады. Ол отбасыдан бастап қалыптасады. Оның себебі қоршаған ортасына байланысты. Себебі болашақта мемлекеттік қызмет істеймін деген балалар өзінің тұла бойын сол кезден бастап қалыптастырады. Ол ортасына қарай адал, таза, ниеті түзу, мен мемлекеттен бір нәрсе алам, немесе мемлекеттен бір нәрсе көріп қалам емес. Мен мемлекетке келемін, мемлекеттік қызметте жұмыс жасаймын, халыққа, елге деп уақытпен санаспай жұмыс жасау. Мемлекеттік қызметшілер негізгі қағидаты, білікті мамандардың негізгі қағидаты. Біз осыған келуіміз керек. Себебі саналы тұрғыда мемлекеттік қызметке келу ол адамның тұлғалық болмысын қалыптастырады. Себебі еңбекқорлық, талапшылдық, адалдық, ешкімнің ала жібін аттамау, халыққа, елге, қасына келген азаматтарға өзінің шынайы тұрғыда қызмет ету. Себебі президентіміздің өзі айтты, мен қызметкермін деді, елімнің қызметкермін деді. Сол сияқты бізде әр мемлекеттік қызметші ол лауазымына қарай емес, себебі бізде мемлекеттік қызметшілердің лауазымы бәрі лауазымды адамдар. Ол сарапшы ма, ол бас консультант па, ол басшы ма, барлығы лауазымды. Сондықтан да олардың барлығы тұлға ретінде мемлекеттік қызметке келгеннен кейін халыққа, елге адал, таза қызмет істеу ол оның міндеті. Ол біз өзіміз жаңағы мынау мемлекеттік қызметтің жаңағы қазіргі кезде қарастырып жатырмыз, мынау тұжырымдаманың ішінде антқа берік болу. Кез келген мемлекеттік қызметші қызметке тұрған кезде біздің ата заңымызға қолын қойып, халыққа, елге мен адал ант етемін дейді. Сондықтан да сол антта тұру. Өзіңіз білесіз, қазақтың бұл үлкен уәдеде тұру деген, антқа берік болу деген бұл үлкен философия. Сондықтан да менің ойымша мемлекеттік қызметшілердің тұлғалық болмысы бұл мектеп кезден бастап қалыптасу керек. Біз қазір бұл жаңа тұжырымдамада біз ерте кезден бастап кәсіби мамандықтарды дайындау бойынша деген бағдарламаны қазір біз дайындап жатырмыз, концепцияның ішінде бар. Осы бағытта министрліктерде жұмыс істейді ғой сіздерден бөлек. Білім министрлігі бар мысалы. Осы бағытта біз қазір жұмыс жасап жатырмыз. Мен 2022 жылдан бастап қайтадан жаңғырттық жас мемлекеттік қызметшілер мектебі деп әр өңірде университеттердің жанында, мынау біздің Қазақ ұлттық университетінің қасынан мектептер ашып жатырмыз. Ол жерге бакалаврда оқып жатқан, магистратурада оқып жатқан білімді, білікті студенттеріміз келіп, мемлекеттік қызметте жұмыс қалай істеу керек екен. Ертең олар істеп жатқан кезде біз оларға көмектесеміз. Мысалға, агро факультетінде оқып жатқан балаларға сол жергілікті атқарушы органдағы ауыл шаруашылық басқармасына апарып тәжірибеден өткіземіз. Ертең ол көрет, білет, қалай жұмыс жасау керек. Немесе жаңағы басқа құжаттардан бастап. Құжаттардан, бизнес процестерден басталады ғой. Біз енді бизнес процестің өзі жаңағы ауылдық округтан бастап, мысалға мемлекет басшысына дейінгі жүретін құжаттардың барлығы бұл бизнес процестер. Соның барлығын біз оларға үйретеміз. Олар ертең мемлекеттік қызметке келгенде қандай да бір өздері дайындықпен келу керек. Сосын олардың тұлғалық болмысын қалыптастыруына әсер етеміз. Әрине. Бірінші кезекте жалпы мемлекетке қызмет етем деген азаматтың өзі адал, өзі мүдделі, өзінің ой санасында болу керек қой. Енді қазақта мақал бар ғой, елге қызмет істемесең өзің өкпелеме, жерге егін екпесең жерге өкпелеме дейді. Енді қараңыз, президентіміз заң мен тәртіпке бағынуымыз керек деді. Бұны ақиқат, себебі Фараби айтады, халыққа қызмет ету үшін ар ұждан дейді. Ар ұжданыңа сеніп қызмет жасасаң, саған заң мен тәртіпті ар ұжданың бұзуға жібермейді дейді. Сол себепті біз пайда ойламай, арымызды ойлауымыз керек та, сөйтіп мемлекетке, халыққа қызмет етуіміз керек. Жақсы, керемет сұхбат болды деп ойлаймын, Дархан Медеғалиұлы. Студиямызға келгеніңізге, Астанадан ат терлетіп арнайы шақырғанымызды қабыл алғаныңызға тағы да алғыс білдірем. Еткен еңбектеріңіз елене берсін. Сіздерге рахмет. Бағдарлама осымен тәмам. Мемлекеттік қызметкер болсаңыз, міндетіңіз естен шықпасын. Еңбек өзіңіздікі, жеңбегі елдікі болсын.